Ораза айттан кейін араға 70 күн салып, Құрбан айт жақындады. Мұсылман халықтарының ең басты ұлық мейрамына айналған Құрбан айт 17 маусым дүйсенбі күні аталып өтіледі. Адам баласы бір-бірімен жақсы тілек айтып, дастархан жайылатын рухани мерекеге ақсайлықтар да атсалысады. Биыл келіп жеткен 2024 жылға Құрбан айт мерекесімен баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Құрбан айт биыл 16-сы, 17-сі, 18 маусым. Ал енді Арафа күні 15 маусым болады. Ал жағдайы жеткен адамдарға құрбан шалу міндет. Мешіт имамы құрбандыққа кез келген малды союға болмайтынын айтты. Бұл пенденің жаратушы иесіне деген жоғары деңгейдегі әдептілік қарым-қатынасын көрсетеді. Құрбан шалудың шариғаттағы өзінің әдептері, талаптары, шарттары бар. Шалынатын қой бір жас болу керек. Ал енді қойды бір адам өзінің атынан шалылады. Ал түйе мен ірі қара малын 7 адамға дейін бірігіп шалалады. Енді оның етін 3-тен 1-ін қой сойған кезде 3-тен 1-ін өзіңіздің отбасыңызға алып қаласыз. 3-тен 1-ін ағайын туыстарыңызға бересіз. 3-тен 1-ін аз қамтылған отбасыларға отбасыңыздың атынан садақа етіп таратасыз. Ақсай қаласында құрбан шалатын жерлер бекітілді. Құрбан айт мерекесін атап өту күндері халыққа құрбан шалу және өзекті мәселелер бойынша тұрғындар аудандық мешітке келе алады. Мал сойылатын жерлер жылдағыдай осы Ақсай қаласындағы мына Костың поворотындағы жер. Сол жердің тазалық жұмыстарын дайындап біз қазір әзірлеп жатырмыз. Бұйырса сол 16-сына дейін дайын болып қалады. Құрбан мейрамында садақа беріп, қараусыз қалған жетімдерге, көп балалы отбасыларға көмектесу сауап. Биылғы жылда көмекке мұқтаж жандар назардан тыс қалмайды. Біздер жылдағыдай өзіміздің мешіттерімізде ұйымдастырамыз. Былтыр осы Ақсай мешітінен 250 отбасына таратылды. Жыл сайын ол сан артып келе жатыр. Аллаға шүкір, құрбан шалушылардың да саны жыл сайын көбейіп келе жатыр. Сол себепті мешітке келіп, арнайы өтініш қағазын толтырып, қазірден бастап тізімге тұра берсе болады. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында Құрбан айт намазы таңғы сағат 6:30-да оқылады. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.